Қызанақ. Қызанақ С дәруменімен қоса ең мықты антиоксидант деп есептелетін ликопенге де бай. Сондықтан қызанақ жесеңіз, бетіңізді құрғақтық пен әжімдерден сақтай аласыз. Сәбіз. Сәбіздің құрамында тері денсаулығына өте маңызды бета-каротин бар. Бұл дәрумен сіздің теріңізді күн сәулесінен пайда болатын түрлі зиянды заттардан құтқарады. Йогурт. Йогурттың басқа да сүт өнімдері сияқты пайдалы тұстары бәрімізге мәлім. А дәруменінің қайнар көзі. Ол сонымен қатар ацетофилин мен тірі бактерияларға бай. Олар ішектерге пайдалы. Ал ішектері сау адамның терісі де бір қалыпты болады. Қара жидек. Қара жидекте үлкен мөлшердегі антиоксидант бар. Ол бос радикалдарды бейтараптандыруға көмектеседі, әрі С дәруменіне бай. Сондай-ақ жіңішке қан тамырларын қатайтады. Арқан балық. Арқан балықтың құрамында омега-3 майлы қышқылы көптеп кездеседі. Ол ниацинге өте бай. Ал оның жетіспеушілігі теріге бөртпе ауруын шақырады. Жаңғақтар. Жаңғақтар да арқан балық сияқты омега-3 майлы қышқылының қайнар көзі болып табылады. Ол клеткаға ылғал сақтауға көмектесіп, теріні жұмсақ әрі жас көрсетеді. Егер де менің видеомды соңына дейін қарасаңыз, анама тіркеліп кетіп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыз. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Гүлназ.